Maçta жарыс өтті. Жарысқа кезінде Әліби, Сонар, Қадам сынды командаларда доп тепкен ойыншылар қатысты. Бұл командалар футзалдан Қазақстан біріншілігі басталған 90 жылдардың соңындағы ел біріншілігінде жасындай шаршаған еді. Аталған командаларды Олжабек Антырбаев жаттықтырды. 1996 және 97 жылдары құрамында Марат Мақашев, Думан Мүлікбаев, Нұрлан Балтаев сынды шеберлер ойнаған Сонар командасы ел чемпионатында жеңіске жетті. 1998 жылы Орта Азия елдерінің чемпиондары кубогында топ жарды. Ал Әліби командасы 2000 және 2001 жылдары Қазақстан чемпионатының алтын жүлдесін иеленді. 98 жылы және студенттер арасында әлем чемпионаты болды Португалияда. Соған қатысқан болатынбыз. Ол жерде де жәнегі группадан шығып бірде 4 және ширек финалда жәнегі Португалия және Голландия елдеріне ұтылған болатынбыз. Әлем чемпионатына қатысты. Бұл да мен ойлаймын өте үлкен жетістік деп. Ол кезде Азиядан жәнегі екінші орын алып әлем чемпионатына шыққан болатынбыз. Білікті бапкер 1998 жылы студенттер арасында Португалияда өткен әлем чемпионатына Қазақстан құрамасын дайындады. 1999 жылы Малайзияда және 2000 жылы Таиландта өткен құрлық біріншілігінде ел құрамасының жүлделі орыннан көрінуіне көп септігін тигізді. Елде білу керек, халықта білу керек. Мысалы, Олжекең Қазақстан құрама командасын басқарып Азия чемпионатына алып барды. Мысалы, біздің Қазақстанның ойыншылары, футболшылары әлем чемпионатына путевка алды осы кісінің арқасында. Ең алғашқы жаттықтырушы болған осы кісі. Сол себептен бұл кісінің үлесі зор, бұл кісіні білуіміз керек, құрметтеуіміз керек, сыйлауымыз керек. 2000 жылы Гватемалада өткен әлем чемпионатында Қазақстан ұлттық құрамасының бас бапкері болды. Халықаралық дәрежедегі 5 спорт шебері мен Қазақстан Республикасының 12 спорт шеберін тәрбиеледі. Сырлы аяқтарының сыны кете қоймаған сол шеберлер бапкерлерінің құрметіне ұйымдастырылған жарыста доп тепті. Алматыдан Әзиз Тастаев, Қасым Нұрсабар, Спорт Ревью.